Аса мейірімді, ерекше рахымды Алланың атымен. Лұқман хакімнің даналық сөздері. Нұр шашқан биік өнеге мен терең мағынаны өзіне сыйдырған ұлы да баға жетпес ғибраттар. Бұл адамды өзінің дана жаратушысымен байланыстыратын, тіршіліктің ақиқатын еске салатын сөздер. Алла Құран кәрімдегі сүрелердің бірін оның есімімен атаған. Ұлы Алла Құрандағы Бақара сүресінде: Ол даналықты қалаған құлына береді. Кімге даналық берілсе, расында оған мол игілік берілген дейді. Ал Лұқман сүресінде Алла тағала былай дейді: Біз Лұқманға даналық, білім және тура сөз бердік те, Алланың саған нәсіп еткен нығметтеріне шүкір ет дедік. Кім Аллаға шүкір етсе, өзі үшін шүкір етеді. Ал кім шүкірсіздік қылса, расында Алла оның шүкіріне мұқтаж емес. Ол мақтауға лайық, ешкім оны мадақтамаса да. Уа Мұхаммед! Қауымыңа айт. Лұқман ұлына насихат еткеніндей былай деді: Уа ұлым, Аллаға серік қоспа. Шынында көп құдайшылық ұлы зұлымдық. Өйткені құлшылыққа лайық затты лайықсызбен тең қою зор әділетсіздік. Уа ұлым, істерген жақсылық не жамандық қыша дәннің салмағындай ғана болса да, жартас ішінде, көктерде немесе жерде жасырынса да, Алла оны шығарып есебін береді. Ақиқатында Алла хаким, бәрін білуші. Одан ем ұсақ істе жасырын қалмайды. Ол әр нәрсенің ақиқатын толық біледі. Уа ұлым, намазды толық орында, жақсылыққа шақыр, жамандықтан тыюға тырыс және келген қиындыққа сабыр ет. Алланың әмірлерін сақтап, соған берік бол. Уа ұлым, адамдарға тәкаппарланып бет бұрма және жер бетінде кеуде керіп жүрме. Расында Алла мақтаншақ тәкаппарларды сүймейді. Жүрісінде байыпты бол, тым асықпа да, тым баяуда жүрме. Даусынды бәсеңдет, өйткені дауыстардың ең жаманы әр жағымсызы есектің даусы. Оның ақыры жиіркенішті айқаймен тәмам болатын қынсылаудан басталады. Хадистерде Лұқман хакімнің басқа да дана сөздері келтірілген. Дұшпанымды қоя бер, досыңды сақта, оған сақ бол. Саған қатысы жоқ іске араласпа. Уа ұлым, қызғаншақтың 3 белгісі бар. Біріншісі, ол адам жоқта оны жамандап ғайбаттайды. Екіншісі, оны көргенде жағымпазданып жалған мақтайды. Үшіншісі, оның басына түскен қайғыға қуанады. Отбасына жақсылық жаса, және оны өзгелерге де жасауды ұмытпа. Әйтпесе бұл дүниеде зиян шегіп, ақыреттегі сауаптан құр қаласың. Үнемшіл бол, бірақ ысырапшыл болма. Мал мүлікте сараң да болма, оны орынсыз шашып төкпеде. Бай болғың келсе, қанағатшыл бол, сонда амандықта боласың. Бұл дүние өткел ғана, сен одан тек өтіп бара жатсың, онда мәңгі тұрып қалушы болма. Біреумен дос болғың келсе, алдымен оны ашуландырып көр. Егер ол ашу үстінде де саған әділ болса, дос бол. Ал егер әділетсіздік жасаса, одан сақтан, аулақ жүр. Сөзің әрдайым көркем, жағымды болсын, жүзің ашық, қарапайым болсын. Сонда адамдарға сыйлық беретіндерден де сүйіктірек әрі жақынырақ боласың. Сауда-саттықтың арасында Аллаға құлшылық етуді таңда. Өйткені ол саған тауарсыз-ақ пайда әкеледі. Қатты ашудан сақтан. Себебі қатты ашу дана адамның жүрегін тұмшалайды. Таң ата шақыратын әтештен де әлсіз болма. Ол таң сәрде шақырады. Ал сен сол уақытта ұйықтап жатпа. Саған ғалымдармен бірге болу және даналардың сөзін тыңдау өсиет етілген. Өйткені ұлы Алла даналық нұрмен өлі жүректерді тірілтеді. Қалай жаңбыр жерді тірілтсе, дәл солай. Тіліңді «Уа Алла, мені кешір» деп айтуға дағдыландыр. Расында Алла тағаланың сондай бір сәттер бар. Ол уақытта жасалған дұға кері қайтарылмайды, яғни қабыл етіледі. Түзу болған тіл мен жүректен артық ештеңе жоқ. Ал бұзылған тіл мен жүректен жаман ештеңе жоқ. Күнәһар, бұзақы адамдармен бірге отырма, және олармен жүрме. Оларға көктен түсетін азап сені де бірге шарпып кетуінен қорық. Ғалымдармен бірге отыр, олармен бірге жүр. Бәлкім оларға түскен рақым сені де бірге қамтар. Мен тас пен темірді және басқа да ауыр нәрселерді көтердім, бірақ жаман көршіден ауыр ештеңе таппадым. Көптеген ащы дәмдерді татып көрдім, бірақ кедейліктен ащы нәрсе көрмедім. Елші етіп наданды жіберме. Егер дана адам таппасаң,
өзің елші бол. Жаназаға қатыс, ал той жиындарға барма. Өйткені жаназа саған ақыретті еске салады, ал той бұл дүниеге деген сүйіспеншілікті оятады. Тым тәтті болма, жытып қояды. Тым ащы болма, түкіріп тастайды. Алғашқы досыңды тастама, әйтпесе екіншісі де саған сенбейді. 1000 досың болсын, 1000 да аз. Бірде-бір дұшпаның болмасын, өйткені бір дұшпанның өзі көп. Уа ұлым, адам 3 бөліктен тұрады. Бір бөлігі Алла үшін, бір бөлігі өзі үшін, бір бөлігі құрттар үшін. Алла үшін болғаны адамның жаны, өзі үшін болғаны оның амалдары, құрттар үшін болғаны оның тәні. Асқазан толғанда ой әлсірейді, нұры сөніп сөз тыйылады, дене мүшелері құлшылықтан қалады. Ізгі әйелдің мысалы бастың үстіндегі май секілді, шаштың түбін жұмсартып көркін арттырады. Оның мысалы патшаның басындағы тәж секілді. Оның мысалы бағасын ешкім толық білмейтін інжу маржан мен асыл тастардай. Ал жаман, бұзық әйелдің мысалы тоқтаусыз ағатын сел секілді, тоқтамай аға береді. Ондай әйел сөйлесе, сөзін соңына дейін тыңдатқызады, жүрсе асығады, отырса дереу тұрады, ашуланса бәріне өзін тыңдатады. Барлық дерттің шипасы бар, бірақ жаман әйелдей дерттің шипасы жоқ. Істе тәжірибесі бар адаммен кеңес құр, өйткені ол саған бағасы қымбат кеңес береді, ал сен оны тегін аласың. Расында даналық кедейді патша етеді. Даналық достан абыройлы боласың. Оны сүй, сені сол үшін сүйеді. Бұл дүние кең теңіз іспетті. Онда алдыңғылар да, соңғылар да батып кеткен. Егер шаман келсе, өзіңе тақуалықтан кеме жаса. Оның жаптығы Аллаға тәуекел мен үміт, азығы ізгі амалдар болсын. Егер құтылсаң, Алланың мейірімімен, ал егер құрсаң, өз кінәларыңнан. Тәубені кейінге қалдырма, өйткені өлім күтпеген жерден келеді. Бұл дүние аз, ал сенің ондағы өмірің одан да аз. Қалған бөлігі тіпті тым қысқа. Бұл дүниені мәңгілік өмірге айырбаста, екеуінен де пайда табасың. Мәңгілік өмірді бұл дүниеге сатпа, әйтпесе екеуінде де зиян шегесін. Ашкөздік, жаман мінез және адамдардан жиі мұқтажданып сұрай беру ақымақ әрі арсыз адамдардың белгісі. Кім адамдардың өзімшілдігіне сабыр етсе, сол оларды басқарады. Расында мен айтқан сөздеріме өкіндім, ал үнсіз қалғаныма ешқашан өкінбедім. Ешқашан үнсіздікке өкінген емеспін. Егер сөз күміс болса, үнсіздік алтын. Ұлы Алла еске алынбайтын мәжілісте отырма. Егер сен ғалым болсаң, білімін саған пайда бермейді, ал егер надан болсаң, надандығың арта түседі. Уа ұлым, басқалардың ақылын өзіне пайдалан. Ұлы қалай деп сұрады? Лұқман мәселелерінде кеңес сұра деп жауап берді. Уа ұлым, жамандықты жамандықпен өшіруге болады деген адам өтірікші. Егер өзін шыншыл санаса, екі от жақсын да көрсін. Бір от екіншісін өшіре ме? Расында жамандық жақсылықпен өшіріледі, қалай судың отпен өшірілетін сияқты. Қайыр сұраудан сақтан, ол жүздің нұрын кетіреді. Бірақ одан да ауыры, адамдардың саған деген құрметінің жоғалуы. Намаз уақыты кіргенде еш себеппен оны кешіктірме. Оны оқып, содан кейін тымық. Өйткені ол сенің парызың. Қоғам ішінде де намаз оқы. Тіпті найзаның ұшында тұрып оқу керек болса да. Бұл дүниеге қызықпа, және жүрегіңді оған байлама. Сен ол үшін жаратылған жоқсың. Ұлы Алла бұл дүниеден өткінші, құнсыз нәрсе жаратпаған. Ол бұл дүниенің игілігін мойынсұнғандарға сый ретінде жаратпады, және оның ауыртпалығын қарсы келгендерге жаза ретінде белгілеген жоқ. Уа ұлым, сені Аллаға жақындатып, оның ашуынан алыстататын қасиеттерді ұстануды өсиет етемін. Біріншісі, Аллаға құлшылық ет және оған серік қоспа. Екіншісі, өзіңе ұнайтын да, ұнамайтын да істерде Алланың тағдырына разы бол. Расында алтын отта сыналады. Ізгі адам бәле арқылы сыналады. Алла бір қолын сүйсе, оған сынақ жібереді. Кім тағдырына разы болса, Алланың разылығына бөленеді. Ал кім ашуланса, Алланың ашуына ұшырайды. Қарыздан сақтан. Қарыз күндіз қорлық, түнде уайым. Көмекті адал табыстан ізде, кедейліктен емес. Өйткені адам кедейленсе, үш нәрсе болады. Діні әлсірейді, ақылы кемейді, ар-намысы азаяды. Ал ең қорқыныштысы, адамдардың оны менсінбеуі, қорлауы.
Уа, ұлым, өлімнің қашан келетінін білмейсің, сондықтан ол кенеттен келмей тұрып, дайындал. Уа, ұлым, адамдармен сапарға шықсаң, өз істерінде де, олардың істерінде де жиі кеңес құр. Оларға жиі жыми, қолындағы азықтан жомарт бол. Шақырса бар, көмек сұраса жәрдем ет. Көп сөп сөйлеме, намазды көбейт. Қасындағы мінетін малыңнан, суыңнан, азығыңнан аямай бөліс. Егер сені ақиқатқа куә болуға шақырса, куә бол. Кеңес сұраса, дұрыс пікір табуға тас. Бірақ мәселені толық зерттеп, көз жеткізбейінше шешім шығарма. Кеңес беруден қашпа. Не істесең де, тұрсаң, отырсаң, ұйықтасаң, ішсең, намаз оқысаң, ойынды іске қос. Даналық кеңесте. Егер кеңес сұрауған адам шынайы кеңес бермесе, Алла оның ой пікірін алып қояды. Жолда адассаңдар, тоқтап отырыңдар. Мақсатқа күмәндансаңдар, тоқтап кеңесіңдер. Уа, ұлым, бұл дүниедегі нәпсі құмарлықтан сақтан, өйткені ол нағыз кедейлік. Лұқман хәкімнен: әдептілікті кімнен үйрендің деп сұрағанда ол: өзімнің әдепсіздігімнен. Біреудің жаман ісін көрген сайын, оны қайталамауға тырыстым деп жауап берген. Одан: ең сабырлы адам кім деп сұрағанда, өзгеге зиян тигізбейтін адам деді. Ең білімді кім дегенде, басқалардан білімін арттыра түсетін адам деді. Байлық мал-мүлікте ме дегенде, жоқ, бай жақсылық сұралғанда тауып бере алатын, адамдарға үнемі пайдасы тиетін адам деп жауап берді. Ұлы әкесінен сұрады: уа, әкетай, адамдағы ең жақсы қасиет қандай? Лұқман: діндарлық деді. Ұлы: ал екеу болса ше? Лұқман: діндарлық пен байлық. Ұлы: үшеу болса ше? Лұқман: діндарлық, байлық және қарапайымдылық. Ұлы: төртеу болса ше? Лұқман: діндарлық, байлық, қарапайымдылық және көркем мінез. Ұлы: бесеу болса ше? Лұқман: діндарлық, байлық, қарапайымдылық, көркем мінез және жомарттық. Ұлы: алтауы болса ше? Лұқман: уа, ұлым, егер адамда осы 5 қасиет жиналса, ол таза, тақуа, Алланың досы болып саналады және шайтаннан қорғалған болады. Лұқман хәкімнен: ең сенімді білімің қандай деп сұрағанда ол: маған қатысы жоқ нәрсені тастау деп жауап берді. Мұқтаждықта ар-намысты бол, өшпенділікке тап болғанда сабырлы бол, амандықта шүкіршіл бол, намазда кішіпейіл бол, садақа беруде шапшаң бол. Мен тас тасып темір көтердім, бірақ қарыздан ауыр нәрсе көрмедім. Дәнді тағам жеп, көркем адамдарды құшақтадым, бірақ амандықтан тәтті ештеңе татпадым. Лұқман хәкім айтты: намазда болсаң, жүрегіңді сақта. Тамақ ішсең, тамағыңды сақта. Біреудің үйінде болсаң, көзіңді сақта. Адамдар арасында болсаң, тіліңді сақта. Екі нәрсені есте сақта, екі нәрсені ұмыт. Әрдайым Алланы және өлімді есінде сақта. Өзгеге жасаған жақсылығыңды және саған жасалған жамандықты ұмыт. Дене үшін көңіл көтеруден артық қажытатын нәрсе жоқ. Жолдастардың 3 түрі бар: мұхалип, мұхасип және мурагип. Мұхалип сенен жақсылық алып, саған қайтармайтын адам. Мұхасип саған қанша берсең, сонша қайтаратын адам. Мурагип еш пайда көздемей, сенімен қарым-қатынасты сақтайтын адам. Дәретханада ұзақ отыру бауырға зиян келтіреді, геморройға себеп болады, бастың қызуын көтереді. Отырғанда да, тұрған кезде де асықпай, жай қимылда. Жұмсақ мінезді адам өзін ренжіткенді кешіретін және жамандыққа жақсылықпен жауап беретін адам. Ақылды адам отбасында баладай қарапайым болсын, ал адамдар арасында ер азаматтай байсалды болсын. Өзіңмен байланысы бар адамдарды сондай деңгейге қой, олар саған мұқтаж болмайтын, сен де оларға мұқтаж болмайтын жағдайға жетсін.